бір ерлі зайыптылар болды дейді. Әйелі дүниеге тоймайтын, өте бір мінезшіл, күйеуінің екі сөзін артық көтере алмайтын, оған тіптен ешкім сөйлемесе дағы аузынан шыққан сөзді барлығы орындай берсе деген сондай бір талапшаң әйел болды. Содан бір күні күйеуі басындағы күллі қарыздарын ойлап, күрсініп, үйіне келіп, бір кесе шайын ішіп отырғанда әйелі сөз бастады дейді. Отағасы, ертең менің құрбыларыммен отырысым бар. Соған маған жаңа көйлек керек. Ай, құрметті жарым-ау, саған күллі көйлектеріңді алып бердік қой. Жоқ, маған жаңасын алып бересіз. Мен жаңа көйлек кимесем болмайды. Ол көйлектердің барлығын құрбыларын көріп қойған деп айтты дейді. Сен білесің, менің басымда қарызым қанша екенін. Бірінші қарыздарым төлейікті. Қарыздар төленсе, алармыз сол көйлекті. Жоқ, сіз алып бересіз, алып бермесеңіз, онда мен сізді қызметіңіз жасамайым деген сында әңгіме айтты дейді. Содан күйеуі, ренжіген күйе шай орнында қалды, ой орнында қалды, намаздарын оқыды да төсекке жатты дейді. Әйелінің астмасы бар екен, астмамен ауырады. Түннің жарымында ұйықтап жатып, ауасының қысылғанын, тынысы тарылғанын біліп, оянып дәрісін іздейін деп тұрса, жанында ешкім жоқ дейді. Не баласы, не күйеуі. Содан бұл әйел өте бір қиналып, бұлар қайда кетіп қалған десе, өзінің денесінің жерде жатқандығын сезді дейді. Күйеуі сырттан әйелінің есімін атап кіріп келгенін көрді. Бұл әйелі күйеуіне жауап беріп жатыр, бірақ күйеуі оны естімейді. Өйткені ол өмірден өткен еді дейді әйелі. Әйелі өмірден өткен. Күйеуі әйелінің жағасынан жұлқылап есімін айтып жатыр, әйелі оянбайды. Бірақ әйел сөз жауап беріп жатыр, оны күйеуі естімей жатыр. Содан не болды деп дәрігер шақырады, дәрігер қарайды, тексереді, өкінішке орай біраз уақыт бұрын әйеліңіз жан тапсырыпты дейді. Таң жарысты, таң жарығы атқан уақытта күллі сырттағы ағайын туыстар жиналды дейді. Жиналды да көрші қоланның аузынан шыққан сөздерге жаңағы марқұм болған әйелдің құлағы тұрды дейді. Ай, мынау жаман әйел өліпті ғой ақыр, күйеуіне күнделікті күн бермейтін, оңбаған әйелі, қатыгез әйел еді деп әйелдердің өсегі өрбей бастады дейді. Содан бір уақыт жаңағы жігіттің інісі келіп, аға, жеңшемізді қайда жерлейміз десе, өзінің ата-анасының алдына алып барып жерлейміз деп осылай жауап берілді. Содан барып қабіршілер қабір қазу басталды дейді. Енді имам келіп жаназаға тұрды, мәйіт қойылды ортаға дейді. Қойылғаннан кейін имам сұрады дейді. Сіз әйеліңізге разысыз ба деп. Сонда еркек тұрды да көңілі түскен күйі разымын ғой деп айтты дейді. Ал артында тұрған әйелдер сөйлей бастады дейді. Ай, күйеу разымын деп айтты ма? Бұл әйелге қалай разы болсын? Бұл күйеу разымын деп айтты ғой, бірақ оның түріне қараңдаршы деген сөздер кете бастады дейді. Ол шынайы жүректен разымын деп айтқан жоқ қой деп. Содан күллі еркектер әйелді табытын көтеріп зиратқа қарай жол алды дейді. Зиратқа барып жақындаған уақытында қабірге жақын қойылғанда қабірден марқұм болған анасының дыбысы естілді дейді. Әй, сен неге келдің сен? Сен не үшін қабірге келе жатсың? Күйеуін разы қылмаған, күйеуінің көңіліне ақау салған, күйеуінің көңілін ренжіткен әйел, сен неге келе жатсың? Мынау қабірдің айналасындағы естіліп жатқан, сенің қабіріңнің көршілерінің бәрін естіліп жатқан, шыңғырып жатқан дыбыстарды естіп жатсың ба дейді қызына. Иә, анажан, естіп жатырмын десе, бұның барлығы сенің келіп жатқаныңа жылап жатыр дейді. Өйткені сен күнәһарсың. Сен келу арқылы сенің азабың бұларға да тиеді деп анасы осылай айтты дейді. Содан қабіршілер қабірді толық ашты дейді. Мәйітті қойды, бір күрек топырақ тасталынды, әлгі әйелге қызу сезілді дейді. Қабірдің қызған оты әйелдің денесін күйдірді. Қабірді толық жапты.
Қабір сондай қайнап кетті. Әйел шыдай алмай қалды дейді. Шыдай алмай қалды да орнынан қарап көзін ашса, ол үйінде ұйықтап, түс көріп, түсінде қабірде оянған екен да. Содан есін жинайды. Қараса жанында баласы ұйықтап жатыр. Сыртқа шығып қараса, таң атып, таң намаз жақын келе жатқан уақыт екен. Орнынан тұрып, орамалдарын тағып, үйінде ашылмай қалған Құрандарды алып, жай намаздарды төсеп, күйеуіне дәрет су дайындап жүрсе, күйеуі тұрып, не болды саған? Бұл уақытта тұрмайтын едің десе, отағасы, сізге бір қызмет жасайын деп едім да деген екен. Сен бұлай емес едің ғой десе, енді менің сізден басқа күйеуім бар ма дейді. Жоқ десе, демек мен сізге қызмет жасаймын. Келіңіз бірге намаз оқиық деп, екеуі бірге намаз оқыды дейді. Екеуі бірге намаз оқып болды да, әйелінің сөзі, отағасы, анау құрбыларыммен отырыс бар деп едім ғой десе, күйеу қарап тұрып, өтініш, осы нәрсені қазір айтпашы, таң атпай, көңіл күйді бұзбай десе, жоқ, сіз тыңдаңыз дейді. Мен сол отырысқа бармаймын дейді. Тіптен базарға барып, сізге көйлек алайықшы, өзімізге емес дейді. Менің көйлегім бар ғой десе, жоқ, бар болса да сізге бір көйлек алайықшы дейді. Сен дүниені жақсы көретін әйел едің ғой десе, жоқ дейді. Мен дүниені емес, мен керісінше сізді жақсы көремін. Қандай қиын жағдай болса да мені ойлайтын күйеуімді мен жақсы көремін деп, өзінің күйеуіне ілтипатын білдірген екен. Ағайындар, әйел де, күйеу де бір-біріне шынайы разы болса, бір-бірімен шынайы қарым-қатынаста болса, Алла Тағала ол жанұяға әлбетте берекетін беріп қояды. Алла Тағала берекеті жаудырған нұрлы отбасыларда болуымыз Алла Тағала нәсіп етсін.